91 тобының Қағаз кеме сериалы қашан жарыққа шығатыны белгілі болды. 91-дық мемберлер туындының дәл ойдағыдай шығуы үшін ұйқыдан да бас тартуға мәжбүр болған. Себебі бұған дейін үлкен экранның прокатына аталмыш топтың фильмі де шыққан еді. Фильм, бейнебаяндар, сериал бәрі қауырт болып кетсе керек. Сонымен үлкен жұмыс артта қалды. Қағаз кеме телехикаясы көрерменге жол тартуға дайын. Қағаз кеменің алғашқы бөлімі 30 қазан күні көрерменге жол тартады екен. Эстраданың жас әншісі талай арудың жүрегін жаулап үлгерген Әли Оқапов Жұлдызбен музейге акциясы аясында Алматы жастарымен бірге музейге экскурсия жасады. Мектеп оқушылары, студент жастар жиналған кездесуге Әли де асыға жетіпті. Әли, соңғы рет музейге қашан келген едіңіз? Алматы қаласының музейіне алғашқы рет келіп тұрмын. Ал былай орталық музейге осыдан 3-4 жыл бұрын бардым. Әдетте музей мен тарих сабақтас екені белгілі. Өнерден қолы босай бермейтін серінің әсері қалай болды екен? Өте жақсы әсер алдым. Өйткені шынымен де біздің жетекшіміз қойған 95%-ны мысалы сұрақтарына мен жауап бере алмадым. Шынымен Алматы қаласының тумасы тұрғыны болғанымен дегенмен көптеген деректерді немесе ақпараттарды мен білмейді екенмін. Шынымен де көптеген тарихи тұлғаларды танымайды екенмін. Сондықтан оның бәрі енді әрине бір жағынан ұят болса да, дегенмен сол жетіспейтін білімдерді толтырып дегендей әдейі келдім, және де жасыратын ештеңесі жоқ. Шынымен де өте көп қажетті және де қызықты нәрселерді біліп алдым. Бұл ғана емес, Әли Оқаповтың шығармашылығында да жағымды жаңалықтар бар. Енді сіз Әлиді әнші ғана емес, актер ретінде де көре аласыз. Дәл қазір телехикаяда түсіп отырмын, және де менің алғашқы рет өзімде емес басқа кейіпкерді ойнаған тәжірибем деп айтуға болады. Спортшының рөлін сомдаймын бұйырса. Екіншіден, онымен қатар әрине әншілікті де қойған жоқпыз, гастрольге де барып жүрміз. Осы 2-3 жұмадан кейін жаңа кезекті бейнебаянды түсіреміз. Уайымдама деген жаңа әнімді шығармақшымыз. Бейнебаянмен бірге қатар Алматы қаласында түсірілім өтеді, бірақ басқа бір ақпараттармен бөлісе алмаймын, өйткені біріншіден олар ресми түрде әлі бекітілмеген, екіншіден қызықсыз болады деп ойлаймын. Сондықтан дегенмен осы жылдың аяғына дейін мүмкін үлгермей жатсақ, келесі жылдың басында жаңа бейнебаянмен енді көрерменді қуандыртамыз деген үміттемін. Осыдан біраз бұрын Әли Оқапов анасынан еншісін алып шығыпты деген хабар тараған. Енді жалғыз тұратын сүр бойдақтың үй шаруасымен жауапкершілігі артқан сияқты. Мұны Әлидің өзі де жасырмайды. Мысалға мен үй шаруасынан нашар болсам да, мысалға дегенмен мен үйге тек қана сол кешке және де жай ғана сол демалыс үшін ғана барамын. Тамақ әзірлемеймін, мысалға басқа бір шаруалармен айналыспаймын, өйткені шынымен де өте уақыт аз бізде. Үйге демалыс үшін барамын, ұйықтау үшін барамын, сондықтан оның ешқандай да қиындығы жоқ деп ойлаймын. Осылай. Әрине, анамызбен көрші болғанымыз өте ыңғайлы. Кей кездерде шынымен де қарның аш болып, мысалға уақыттың жетпей немесе бір түрлі сұрақтардың мысалға көмек керек болса, әрине анамның үйіне соға саламын. Дегенмен ол да менің үйіме соға салады мысалға. Осылай бір-бірімізді қолдап жүрміз, ал былай енді жалғыз тұру деген енді жоқ, сезінбеген дегенмен енді жарты жылдан асып кетті жалғыз тұрғанына, енді жоқ. Бәрі жақсы, ыңғайлы бір жағынан мысалға, өзіңе өзің жауаптысың. Талай нәзік жандының жүрегін жаулаған сері неге әлі күнге дейін бойда, неге жалғыз тұрып жүр? Роза Қуаныш қызын қашан қуантамыз? Әлидің жауабы арулардың құлағына алтын сырға. Роза апайды қашан қуанта аламыз? Әзірше жоспарда жоқ, көрерміз. Демек, қаңдық жоқ. Шығармашылығын шыңдап, карьерасына жоспарлар құрған әнші әзірге үйленуді жоспарлап жүрген жоқ екен. Ендеше ел ішіндегі әр жас әншімен үйленеді деген қауесетке де негіз жоқ. Музон арнасы Әли Оқаповтың шығармашылығына табыстар тілейді.